Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Көлік және жол белгілері бөлімі бойынша келесі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы су көліктері. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болыңыздар. Бүгін сіздер тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайсыңдар, және де жинақтық сан есімнің не екенін біліп, оны мәтін ішінде қолдана білесіңдер. Құрметті оқушылар, біз алдыңғы сабақтарда көлік және олардың тарихымен, сондай-ақ қазіргі кездегі автокөлік түрлерімен таныс болдық. Енді суретке назар салыңыздаршы. Қандай көліктерді көріп тұрсыздар? Әрине, суда жүзетін көліктер. Демек, біз сендермен бүгін су көліктері тақырыбындағы мәтінмен таныс боламыз. Құрметті оқушылар, кітаптарыңда берілген мына мәтінді оқыңыздар. Қайық көліктің ең ескі түрі. Ертедегі қайықтар ағаштан жасалып, айналмалы ескектің көмегімен жүретін. Ежелгі мысырлықтар шамамен 5000 жыл бұрын өзенде, теңізде жүзу үшін желкенді пайдаланды. Қытайда жүк тасымалдау үшін желдеткіш тәрізді желкен түрі қолданылған. Бүгінде кемелер сауда-саттық, құрылыс және әскери мақсатта адамдар мен тауарларды, тағы басқа нәрселерді тасымалдау үшін таптырмайтын көлік түрі. Су көліктерінің тұрағы айлақтар мен теңіз порттары. Кемелерге арналған теңіз маршруттары болады. Олар айлақтарға белгілі кесте бойынша келіп кіреді. Кеменің сан алуан түрі бар. Олар қызметіне қарай авиатасымалдаушы, жүк кемесі, контейнерлі кеме, сал кеме, күзетші кеме, су асты қанаты бар кеме, реактивті қозғалтқыш орнатылған су асты кемесі, мина тазартушы кеме, мұхит лайнері, жолаушылар кемесі, желкенді кеме, сүңгуір кеме, зерттеу жұмыстарына арналған кеме болып бөлінеді. Осылардың қай-қайсында суда көріп қалуымыз әбден мүмкін. Құрметті оқушылар, біздің өңіріміз судан, көлден қашық болғандықтан, біз кеме, қайықтарды көре алмауымыз мүмкін. Алайда Батыс Қазақстанда, Каспий маңында, сондай-ақ Балқаш өңірінде, яғни көл, өзен бар аймақтарда кемелерді, қайықтарды көруімізге болады екен. Сондай-ақ жасанды суы бар жерлерде де су көліктерін көре аламыз. Құрметті оқушылар, олай болса, мына оқу тапсырмасын орындайық. Мәтінде негізгі ойды анықтайтын тірек сөздерді табыңыздар. Құрметті оқушылар, тірек сөзді анықтауда шатаспайық. Бүкіл мәтін бойынан тірек сөзді іздеудің ешқандай қажеті жоқ. Тек қана негізгі ойға, яғни осы мәтіннің ішінен негізгі ойды таба отырып, сол негізгі ойға тірек болатын сөздерді ғана жазыңыздар. Екінші, мәтінге қандай ат қояр едіңіздер? Үшінші, қазіргі таңда су көліктері қандай мақсатта қолданылады? Төртінші, теңіз порттары мен айлақтарда су көліктері қалай соқтығысып қалмайды? Бесінші, қызметіне қарай су көліктерінің қандай түрлері болады екен? Осы сұрақтарға жауап береді деген ойдамын. Балалар, біз сіздермен өткенде сан есімнің есептік және реттік түрлері туралы сабақ өткен болатынбыз. Енді бүгін біз жинақтық сан есімдерге тоқталайық. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын білдіріп, нешеу деген сұраққа жауап береді. Жинақтық сан есім 1-ден 7-ге дейінгі есептік сан есімдерге ау-еу жұрнақтары жалғану арқылы жасалады.
яғни 1-ден 7-ге дейін. Жинақтық сан есімдер әдетте зат есімдермен тіркеспей жеке қолданады да заттанып тұрады. Әрі сандық, әрі заттық мағына береді. Мысалы, 6 ала болса ауыздағы кетеді, 4 түгел болса төбедегі келеді. Құрметті оқушылар, енді мынандай тапсырма орындап көрелік. Сан есімге байланысты мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді тауып, кестені толтырыңыздар. Оларды мағынасына қарай ажыратып көріңіздер. Балалар, ізденсеңіздер, бұл жерде бірнеше мақал-мәтел және тұрақты тіркес жазуға болады. Егер қиналсаңыздар, ғаламторда Казнеп деген электронды кітаптар жүйесі бар. Сол жерде тұрақты тіркестер арналған сөздіктер, сондай-ақ мақал-мәтелдер туралы жинақты табуға болады. Осы ресурсты пайдалана отырып, тапсырманы тыңғылықты орындайды деген ойдамын. Балалар, біз бүгін сонымен су көліктері мәтіннің негізгі ойын тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы анықтадық. Сондай-ақ жинақтық сан есімдерді мәтін ішінен ажырата алдық деген ойдамын. Сіздерге сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.